Қазіргі хит печеньелердің бірі мраморный немесе трещинка печеньесini үй жағдайында бірге жасап көрейік. Толық рецепт описанияда жазылған. 2 жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз бір келкі болғанша. Үстінен бөлме температурасындағы сармай немесе маргаринімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Көрсетілген мөлшердегі ұнды салып, араластырып, какаоны да салып, жақсылап араластырып аламыз. 1 шай қасық разрыхлитель салып, қамыр илейміз. Қамыр осындай қолға жабысқан қамыр болып шығады. 1 сағатқа холодильникке алып қоямыз. Холодильникте тұрған қамырмен жұмыс жасауға ыңғайлы болады. Қамырды бөліктерге бөліп, дөңгелетіп аламыз. Әрбір бөлікті 20 граммнан етіп алдым. Домалақ пішінге келтіріп алған қамырымызды қант ұнтағына жақсылап малып аламыз. Листке пергамент төсеп, арасына ашық-ашық етіп қойып аламыз. Дайын қамырларды 190 градусқа 12-13 минутқа қойып аламыз. Үсті қытырлақ, іші жұмсақ, өте дәмді печеньелеріміз дайын болды. Ыстық сүт немесе кофемен жақсы үйлеседі. Видео ұнаған болса лайк басып, парақшама тіркеліп, видеоны сақтап алуды ұмытпаңыздар. Алда қызықты видеолар көп болады.